Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін Көкейтесті каналының оқырмандары. Биыл еліміздің 10 өңірінде төтенше жағдай жарияланып, көп ел, көп өңір қарғын суға қарық болғаны белгілі. Осы жағдайға байланысты мемлекет басшысының тапсырмасымен тасқынның алдын алуға, апаттан сақтануға 144 миллиард теңге бөлінгені мәлім болды. Соңғы деректерге қарағанда жемқорлар соның 1 миллиард теңгесін әлдеқашан жеп болған. Елімізде суды жинайтын, сақтайтын, бұратын гидротехника нысанының саны 1,5 мыңнан асады. Оның 4500-і су қоймасы, 2500-ге жуығы дамба, плотина саны 460-тан асады. Соңғы тексеріс нәтижесінде гидротехника құрылысының 500-ден астамы жөндеуді қажет ететіні анықталған. Гидротехника нысаны артық суды тізгіндеп, аз суды өнімді пайдалануға, қар, жаңбыр суларында кәдеге жаратуға үлкен мүмкіндік беретін маңызды нысан. Сондай-ақ ол халық тұрмысын қамтамасыз етудің де маңызды кепілі. Еліміздегі көлемді ірі су қоймаларының дені Кеңес одағы кезінде салынды. Тәуелсіздік алғаннан кейін салынған су қоймалары да бар, бірақ оның саны саусақпен санарлық қана. Әрине, су қоймасын салу деген асығыс жасайтын жұмыс емес. Оған біраз қаражат кететінін былай қойғанда, оның қауіпсіздігі мәселесі тағы бар. Яғни, су қоймасы да екі жүзді қанжар сияқты. Жай күнде халықты қарық қылғанымен, апат болса, жалпы жұртты тасқын суға ғарық қылатын жасырын қатері де бар. Мәселен, 2010 жылы Қызылағаш су қоймасы жарылып, 251 үй суға кетті, 45 адамның өмірі қиылды. 2014 жылы Қарағанды облысында Көкпекті су бөгеті жарылып, 5 адам мен 300-ден аса мал суға кетті. 2020 жылы Өзбекстандағы Сардоба су қоймасы жарылған кезде де сыр бойындағы біраз елді сыпырып кеткен болатын. Міне осы тұрғыдан алғанда су қоймасы дегеніміз мемлекеттің стратегиялық тұрғыдан ұзақ болашақтық мақсатты негізге ала отырып салынатын аса маңызды нысаны болмақ. Оның үстіне су қойманың көптеп салынуы жер қыртысына, климатқа да өз әсерін көрсетеді. Мәселен, Қытайдың Чаңжаң дариясын бөгеп, Үшқұсаң деген жерден алып тоспа салған кезінде ақш-тың ғалымдары енді Қытайда жаңбырдан кейінгі су апаты, қуаңшылық апаты жиілей түсуі мүмкін. Өйткені алып су қойма экологиялық жүйенің тепе-теңдігінде біртіндеп өзгерте бастайды деп тұспал жасаған болатын. Қазір Чаңжаң дариясының оңтүстігінде жыл сайын сел апаты көбейсе, солтүстігінде құрғақшылық апаты жиілей түсті. Ертіс өзенін бұрып, Үрімші қаласындағы жақын аумақта 500-ші су қоймасын салғалы да, Шыңжаңның Үрімші қаласын көктем сайын көк тұман басып, ұшақтардың ұшуына үлкен кедергі жасады. Жазда аспан айналып түсердей аптап ыстық болатын Қарамай қаласының да қазір климат өзгеріп, қыста қар жауатын, жазда салқын қалаға айналып үлгерді. Демек, су қойманың табиғи ортаға жасайтын әсері де ерекше. Сондықтан елімізде су қойма салатын кезде міндетті түрде бұл мәселеде назарға алынуы керек. Өткен жылдың соңында мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбеков үкімет басшысының атына сауал жолдап, еліміздегі су нысандарының 333-і республикалық меншікте болса, 895-і коммуналдық меншікте, 228-і жеке меншікте, 22-сі иесіз екенін алға тартып, су қоймалары ең басты стратегиялық нысан. Еліміздегі маңызды су сақтау нысандары көпшілігінің жекешеленіп кеткені бізді алаңдатады. Қаншасының тозығы жетіп тұр, оны нығайту бойынша қандай шаралар қолға алынған, ол жағда беймәлім деп дабыл қаққан еді. Су қоймасын салу мәселесі биыл ғана есімізге түсіп отырған жоқ. Нағын айтсақ, ол айта-айта тіл тозып, тіс мұжылған әңгіме. Мәселен, 2014 жылы Қазақстан қоршаған орта және су ресурстары министрлігінің комитеті төрағасының орынбасары Болат Бекнияз
Қазақстанда еріген қар суын жинайтын 30 су қоймасы салынады деп мәлімдесе, 2017 жылы билік Қазақстанда су жетіспеушілігі мәселесін шешу үшін еліміздің 7 облысында 22 су қоймасын салу жоспарланып отырғанын, оның жалпы құны 57,2 миллиард теңгені құрайтынына дейін айтып, құрылыс жұмыстары 2021 жылы аяқталуы тиіс деп нық сеніммен жария салған. Сондай-ақ 2015 жылы гидротехникалық құрылымдарға 11 миллиард теңге бөлу қарастырылғаны да бақ беттерінде жарияланған болатын. 2021 жылы экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев еліміздің 9 өңірінде жалпы көлемі 3,6 миллиард куб километр болатын 39 жаңа су қоймасын салу жоспарланғанын мәлімдесе, 2022 жылы экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Серік Қожаниязов қосымша су көлемін қамтамасыз ету үшін 2025 жылға дейін су қоры 1,7 текше шақырымды құрайтын 9 жаңа су қоймасы салынады деп тағы да дәмелендірді. Ал өткен жылдың желтоқсан айында үкіметте өткен су кеңесінің отырысында көрші елдерге тәуелді болмас үшін Қазақстанда 20 жаңа су қоймасы салынады деген ақпарат тарады. Аталған құжатқа сәйкес алдағы жылы, яғни 2024 жылы 9 облыста көлемі 2,4 текше шақырым болатын 20 су қоймасының құрылысын бастау жоспарланған. Сондай-ақ қолданыстағы 15 су қоймасын күрделі жөндеу көзделген. Бірақ осы уәделер орындалды ма? 10 жылдың ішінде айтылған 120 су қоймасы салынды ма? Қанша су қойма күрделі жөндеуден өтті? Ол жағы белгісіз. 120 су қойманың қаншауы салынып жатыр деген мәселе жөнінде келесі жылы бірде-бір адам мәлімет бермейді. Керісінше су қойма салу деген әншейін жиналыста жоғары жақта бас изетіп, жұртты алдаусырату үшін айта салатын бос сөз сияқты. Егер биыл еліміздің 11 өңірін су басып, кейбір көне тоспалар жарылып кетпегенде, 10 жыл айтылған бос уәде, өтірік сөз қашанға дейін жалғасар еді? Бір қызығы, бұл уәде биыл да қайталанып жатыр. Атап айтқанда, еліміздің көп өңірін топан су басып, халық қарғын суға ғарық болып жатқан кезде, Қазақстанда ауқымды су тасқынынан кейін 57 жаңа су қоймасы салынады деген хабарды көріп, не қуанарымызды, не жыларымызды білмей дал болдық. Нақтылап айтсақ, 2024 жылғы 11 сәуірде Қазақстан су ресурстары және играция министрі Нұржан Нұржігітов елді мекендерді су басудан қорғау және тасқын суларды жинау үшін 20 су қоймасын салу жұмысына кіріскенін хабарлап, тұжырымдамада көзделген 20 жаңа су қоймасын салу жөніндегі жоспармен басқа да кешенді іс-шаралар өзгермейтінін, министрліктің әр өңірдің әкімдіктерімен бірлесе отырып 57 жаңа су қоймасын салуды көздейтін кешенді жоспар әзірлегенін айрықша атап өтті. Демек, биылғымен қосқанда 10 жылда саламыз деген су қоймаларының саны 177-ге жетті. 10 жыл бойы айтылған ертегі әлі жалғаса ма, жоқ енді шынайы іске кірісе ме, оны да алдағы уақыт көрсетеді. Айта кететін тағы бір мәселе, 2021 жылы Қазақстанда ірі 36 су объектісі нормативтен тыс ластануға байланысты, бұдан былай ішу үшін де, тіпті шаруашылық қызметтің барлық түрлері үшін де жарамсыз деп танылған. Оның сыртында климаттың өзгерісі мен су көздеріне көңіл бөлу жағындағы немқұрайдылыққа байланысты қанша өзен тартылды, қанша көл құрыды, қанша су көзі әлі де ластанып жатыр деген мәселеге назар аударып, қарқынды жұмыс істеп жатқан ешкім жоқ. Мәселен, Бурабай маңындағы бір көлдің суы түгелдей жап-жасыл болып, түсі өзгеріп кеткен. Неге, не себепті өзгерді деп, осы мәселеге назар аударып, зерттеп жүрген бірде-бір маманды біз байқаған жоқпыз. Егер жаңадан құрылған Қазақстан Республикасының су ресурстары және играция министрлігі осы мәселеге баса назар аудармай, бұрынғылар сияқты бос сөз, құр уәдемен күн өткізіп, жыл айналдырса,
онда елімізде су тапшылығы мәселесі күн сайын ауырласып, көктем сайын көлкіген судан көз ашпайтынымыз анық. Әрине, су қоймасын салу бір елдің маңызды стратегиялық нысаны болғандықтан, оны жан-жақтылы сарапқа салып, жоғарыдағы айтылған климат, жер қыртысы мәселесі, сондай-ақ қарғын судан сақтану мәселесі сияқты түйіндерді ескере отырып салу керек. Сонымен қатар, елімізде қазір электр тапшылығы да туылуда. Осы мәселені де ескеріп, алдағы салынатын су қоймаларын бір жағынан суды реттеуді атқарса, екінші жақтан су арқылы электр өндірісін дамытуға да күш салу жағын ойласқан абзал. Мәселен, ресми деректер бойынша ақш-та ірі су қоймаларынан, яғни үлкенірек су қоймаларынан 7,5 мыңнан артық су қоймасы бар екен. Осының 2,5 мыңнан артығы электр энергиясын өндіруге қабілетті. Демек, біз екі жұмыс істемеу үшін алдағы салынатын су қоймаларында электр өндіру жұмысында назарға алу айрықша маңызды деп ойлаймыз. Дегенмен, биылғыдай ел апатқа ұшырап, дәл осындай қысылтаяң сәтте апаттан құтқару жұмысына жоғарыда айтқанымыздай 144 миллиард теңге бөлініп жатса, оның әлден 1 миллиардын жемқорлардың жымқырып үлгеруі бізді алаңдатады. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.